Достар, бүгін сіздермен икра, яғни осындай салат жасайтын боламыз помидордан. Достар, өте дәмі ерекше болып шығады. Маған подписаться жасап қоңыраушығын басып қойды ұмытпаңыздар. Достар, біздің салатымызға, яғни икрамызға керекті заттар: көк қызыл болгар бұрыштары, помидор және баклажан, пияз және бізге атшы керек болады. Алдымен осылай барлығын турап алып, пиязымызды қызып тұрған майымызға салатын боламыз. Достар, жақсылап салып, майымызды пиязымызды кішкене қызартып қуырып алып, үстінен осылай баклажан және қызыл және көк болгар бұрыштарын салатын боламыз. Достар, мен кейде азанғы және түскі кездерде осылай қылып салат қылып дайындап жесеңіздер болады. Достар, өте дәмі ерекше болып шығады. Және бұны банкаға құйып сақтап қойсаңыздар да болады. Достар, өте тамаша салат болып шығады. Достар, осылайша помидорымды, туралған помидорымды үстінен салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламын. Достар, міне осылай тұзымды салатын боламын. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып, тағы да кішкене шөмішіміздің көмегімен қозғап аламыз. Және де осылай қызыл бұрышымызды салып, және де осылай лавров жапырақтарын салатын боламыз. Міне өте жақсы дәм береді. Достар, банкіге жауып қойсаңыздар болады. Балаларыңызға, отбасыңызға осылайша дайындап берсеңіздер болады. Осылай перец, яғни қара бұрышымызды саламыз. Өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Достар, мен осылайша қызыл қара бұрыштарымды және тұзымды салып алдым, және лавр жапырағын қостым. Достар, осылайша қазанымызды жақсылап осылай бетін қозғап, бетін жауып қоятын боламыз. Жақсылап өзі бұрқылдап бір қайнап шыққаннан кейін жаңағы 4 дана осындай қызыл қалампырымызды салатын боламыз. Қызыл қалампырымызды салып, жақсылап бір қозғап алып бетін жағамыз. Міне достар, менің салатым дайын. Банкіге құйып, осылайша дәмін татып көрсеңіздер болады. Өте дәмі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің видеома лайк басып, комментарий жазып тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Достар.